Академия арнасы. Құрметті әріптестер, құрметті көрермен, біздің Академия арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта қоғам қайраткері, барлығымызға танымал Оразгүл апай Асанғазы. Қош келдіңіз, апа. Апайды бәріңіз танисыздар, депутат болған. Ал енді халықтың сізге қоятын сұрағы көп, өте көп. Біз білгісі келетін сұрақтар, сауалдары көп. Соның маңайында болады бүгінгі сұхбатымыз. Ең алдымен апай, өзіңізді жақынырақ таныстырып кетсеңіз. Қай ауылдың қызысыз, қай жерде келінсіз, сол жеке басыңыз туралы айта кетсеңіз. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Үлкен рахмет. Бүгін сұхбатқа шақырып қалыппен кездестіріп жатқаныңызға деймін. Енді мен мынау Жамбыл облысы Шу ауданының тумасымын. Сол жерде бұрын колхоз Ақтөбе деген колхоз болған, кейін қой совхозы болды, коммунизм деген. Қазір қайтадан Ақтөбе деген атағын қайтып алды. Сол Шу ауданының қызымын. Түркістан облысы Қазығұрт Сарыағаш ауданының келінімін. Биыл 51 жыл болды. Сол ауылдың келініміз, бір жігіттің келіншегіміз. Құдай берген балалардың анасымыз. 5-6 бала бар, 20 шақты немере бар, 2 шөбере бар. Астананың тұрғынымыз. Өте жақсы. Апай, сондай бір жұмыспен Алматыға қауырт жұмыспен келіп қалған екен. Аяқ астынан жабысып, осы бізге сұхбат беріңіз, уақыт тауып келіңіз деп аттай қалап шақырып келтіріп отырмыз. Енді тіл ол жай қатынас құрал емес, тіл ұлттың өзі мазмұны дегенде болады. Өзі тілдің 200-дей анықтамасы бар екен. Қатынас құралынан бастап, ана Шыңғыс Айтматов айтқандай, ұлттың автопортреті деген. Ол ұлттың мазмұны ғой енді. Осы біздің тіліміз, мемлекеттік тіліміз қазір мемлекеттік дәрежеде қызмет ете алмай отыр. Соның себебі не? Сіз өз биігіңізден соған баға берсеңіз, мен кінәлі ме, сіз кінәлісіз бе, оған үкімет кінәлі ме дегендей нәрсе ғой. Жалпы кінәліміз дейміз. Енді қайтеміз. Мысалы, қазақ тілінің өзі кінәлі ме айтпесе? Абайдан артық айта алмаймыз ғой. Абай айтады ғой, бір нәрсе дұрыс емес болса, бәріміз кінәліміз деп. Сондықтан билікте, халықта, қоғамда кінәлі деп есептеймін. Жалпы мынау 89 жылы 22 қыркүйекте мемлекеттік тіл, бір тіл деп жазылғанның өзі үлкен ерлік болды. Ол кезде біз 40%, орыстар 40%, жаңа 40% қазақтың 40% қазақша білмейтін кез ғой. Талқылау болған кезде бір-екі тіл болсын деген жерінен қазақ халқы жалпы Мұхтар Шахановқа бұл жөнінде қарыздар. Мұхтар Шаханов алақанымен шашын арқаға қайтарып тастап болмайды. Бұл бір-екі тіл мемлекеттік тіл болса қайтадан желтоқсан болады деп тоқтатып, одан үзіліс беріліп, жатқан жер жаннат болсын Әбіш ағамыз сөйлеп. Сол кезде Әбіш ағаның айтқан сөзі бар. Өзі сыймай отырған үйінің төрін бергенде, өзі асқа тоймай отырғанда асының алдын бергенде, ертең осылардың алдында ұрпағым өз елінде, өз жерінде, өз тілінде сөйлейінші деп рұқсат сұрап тұратын елестетті мекен деген кезде, ана өрек болып отырған екі тіл болсын деген жұрттың бәрін өкпесі өшіп төмен қараған. Одан кейін айналайын жатқан жерің жаннат болғыр Шерағаң сөйледі. Қазақстандағы қазақ тілі ол қысымен жемшөп жемеген жүде бар. Қазақстандағы орыс тілі Ресейде тяжеловоз деген ат болады. Кез келген жүкті артсаң, мыңқ етпей тартып кете береді. Ал екеуін бір арбаға жегіңдер. Не болады? Тяжеловозға ілесем деп бір күні қазақ тілі өледі деген. Одан кейін біраз жұрт түсініске келгендей. Содан кейін біз мына Астанада, Шұбарда көшенің атын бердік. Александр Княгинин деген Шығыс Қазақстаннан сайланған депутат сөйлеп, жігіттер бұл жер, бұл ел қазақтіке, бұлардың бабалары бұл жер үшін күрескен. Сондықтан бұл жерде бір тіл мемлекеттік тіл болу керек, ол қазақ тілі болу керек. Орыс тілі Ресейде дамиды, Қазақстанда қазақ тілі даму керек. Мен орыспын, бірақ менің ұлым
қазақстандық ол қазақша сөйлеу керек. Содан кейін барып білікті мемлекеттік тіл болып жазылған. Жалпы жер бетіндегі 8 миллиард адамның 18 мың ғаламды жаратқан Алла тағала 9 мың ұлт болған екен. Қазір 7 мың ғалымдардың айтуынша. 7 мыңның 5 мыңы мыңнан аз адамы қалды. Яғни өлуге дайын. 2 аптада бір ұлт өліп отыр дейді ғалымдар. Сонда мыңнан аса халқы бар 2 мың адам. 2 мың ұлт бар. Бірақ 167 ғана мемлекеттік тіл бар. Мынау қазақстандықтар осыны түсіну керек. Кез келген қазақстандық менің тілім мемлекеттік тіл болғанына Құдайға шүкір деп, ол үйде отырған үй шаруасындағы әйел ма, ол министр ма, ол депутат па, өзінің жеке басында, өзінің отбасының тілін қазақ тілінде сөйлеу. Әркім өзін өзі еге болу керек. Ал енді сол отбасының, жеке басының тілін қазақша сөйлету үшін биліктің кәдімгі жүйелі жұмысы болу керек. Мына бәріміз кінәліміз деп отырғанымыз, осы 30 жылдың ішінде биліктің де жүйелі жұмысы кемшін болып тұр. Халықтың да өз тіліне, халықта кінә жоқ. Сол 90-шы жылдары Қасым-Жомарт Кемелұлының бір халыққа жолдауында айтқаны бар. 90-шы жылдардың өзінде, жаңағы қиын кездің өзінде дейді. Қиындығы сол ғой, демографиямыз. Қиын күннің өзінде мемлекеттік тіл бір тіл болып нышанымыз ретінде жазылды. Сондықтан бұны игеруге ниет керек дейді. Билікке де ниет керек, халыққа да ниет керек дейді. Осы ниеті тура билікте аз болып тұр, ниеті тура халықтың ішінде де бірен-саран тура еместер кездесіп қалып жатыр. Ниетті туралауымыз керек. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Мемлекеттік тіл деген мәртебе оңайлықпен келген жоқ. Кешегі өмірден озып кеткен арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты ағаларымыздың еңбегі. Аз қазақтың кезінде бір тілді мемлекеттік тіл қылып қабылдатқан ағалардың алдында қарыздарымыз. Кешегі Алаш үкіметін құрған алашордалықтардың алдында қарыздарымыз. Сол жаңағы мен айтқан Әбіш Кекілбай, Шерхан Мұртаза, Александр Князин, Мұхтар Шахановтардың еңбегін ақтау үшін біз бәріміз қазақ. Ал енді қазақша сөйлеу үшін не керек десең, ұлт мәңгілік болу үшін оның әрбір адамы қазақша ойлау керек, қазақша сөйлеу керек, қазақша жазу керек. Өте дұрыс. Енді жаңағы өте біз енді мемлекеттік тіл деп бекітіп алдық қой. Ақаңның мынандай сөзі бар, керемет сөз, жаңағы сіздің айтқаныңызбен үндес келіп тұр. Ұлттың жұмысы дейді, машинаның тетігі емес дейді. Басып қалсаң басқа жөнге түседі. Ұлттың жұмысы құмырсқаның илеуіндегідей жұмыс. Әркім, әр құмырсқа өзінің шөпшегін, көтере алатын шөпшегін ортақ илеуге әкеліп салу керек. Жаңағы билік өзінің деңгейінде жұмыс істеу керек, әр ата-ана, әр азамат жұмыс істеу керек. Сол үшін не істеу керек? Сол болмай тұр ғой. Билікте бізде қазақ тілі қоғамы қазір азаматтық қоғам, бірақ биліктің өзінде не бар? Құрылым бар. Тіл комитеті бар, тіл басқармалары бар. Өзіңіз тіл басқармасын басқарған кезде біз мына жақта отырып басқа тіл басқармаларының басшылары таңғалатын. Анау жаңадан құрылып жатқан Астанада осындай шаруалар істеп жатыр. Біз неге соны істей алмаймыз деп. Мысалы, бүкіл автобустар, бүкіл нәрселер бір тілде, мемлекеттік тілде сөйледі. Соны басқа жер соны арға іліп әкете алмады. Ол енді адам ниетінде дедік қой жаңа. Мен жалпы ол тіл басқармасынан бұрында қандай қызмет істемейін. Тіпті қызметті қойып, мектепке оқушы болып барғанда, жаңа Ақтөбе деген колхозда тудым дедім ғой. Ақтөбе колхозына мен 58-59 оқу жылында 1-ші сыныпқа бардым. Мен 1-ші сыныпты бітіргенде 20-дан аса оқушы бар еді. Жалпы 150-200-дей оқушысы бар мектеп болатын. Сол мектепті жапты. Ол таза қазақ мектебі болады. Сөйтіп, мына Дружба деген совхозға көшті жұрты. Мектеп жаққа соны көшіп деген ғой. Дружбаға келгенде біз Украинска деген көшеде тұрдық. Жаңағы әлі күні кездесуге бардым сол мектепке. 2 қабатты типтік мектеп орыс тілінде. Ойбай, мынау 200 бала Ақтөбеден көшіп келді деп, ана мектепті аралас мектеп жасамады. Орыс мектебі болып қалды. 1-ші класс қазақша бітірген балаларды 1-ші класс қалды, 2-ші класс бітіргенді қайтадан орыс классына 2-ші классқа үшті. Бір классын төмендетіп алды. Сонда менің әжем
ол орыс тілді мектепке барса тіл емес ділі де өзгеріп кетеді деп мен 4 шақырым Қорағаты мектебіне, қазақ мектебіне қатынап оқыдым. Сол кезде маған жаңағы ниет пайда болған шығар, мен қазақ болып едім. Сол бірінші көрген құқайымыз. Сонда жаңағы Дружба деген совхоз Мойынқұм болып қазір бұрынғы атын қайтып алды. Бір 20-30 түріктер тұрады, 20-30 үй украиндар тұрады. Сол үшін бүкіл қазақтың баласы орысша оқыды. Міне не деген саясат болды. Міне осы кезден бастап одан әлгі Сарыағашқа келін болып барған кезде Сарыағаш ауданынан 70% қазақта, қалғаны өзге этностың өкілдері. Сонда ол кезде пленум, аудандық партия комитетінің мүшелері, трактористер, механизаторлар, сауыншылар болады. Жаңағы бейшаралар орысша сөйлей алмайды. Ол тракторист болсын, сауыншы болсын, қойшы болсын. Соны жаңағы жиналыста орысша сөйлетеді ғой, түсқағаз орысша. Өзі 3-ші этажда мәжіліс залы. 3-ші этаж, далада 40 градус ыстықта анау су ағып сөйлеп тұрғанда мен райком мүшесі болдым, өйткені институтта партия қойды ғой. Сонда ананы көріп, сондай жүрегім ауырады. Не деген сұмдық деп. Кейін мен 85 жылы билікке келдім. Билікке келген жерім Түркістан облысының ол кездегі Алғабас, қазіргі Бәйдібек ауданы. 50 мың халқы бар, 50 елді мекені бар. Бұл жерде де көргенім жаңағы советтік идеологияның құқайы. 50 елді мекеннің 38-інің аты орысша. Жаңа Бәйдібек бабамыздың мүрдесінің тұрған жері Бәйдібек пәлен ғасыр сол жерде өмір сүрген бабамыздың Китаевка. Мына жағы Михайловка, мына жағы Орловка, мына жағы Леонтьевка. Сонда Екатерина II кулактарды жібергенде аяғының басы тиген жердің атын өзгерткен ғой. Орыстар келген 1905 жылы ана жерді өзгерткен, Арыстанды Қарабас деген жер тұрады. Сол кезде анау шыбық белді қар баспағында бері қарай өтемайды. Сол Арыстанды Қарабастың желіне шыдамай, біреуі Түлкібасқа, біреуі Сайрамға, біреуі Шымкентке, біреуі Төле биге көшіп кеткен, бірақ жердің бәрінің атын өзгертіп кеткен. Сол ауданға 85-те бардым. 88 жылы атқару комитетінің төрайымы болдым. Бір сессияда бәрін өзгерттім. Яғни мен ол тіл басқармасы. Нешінші жылы? 1988 жылы. Содан бастап кейін Шымкентке келдік. Шымкентте де анау Целиноградта бәрі орысша еді ғой. Шымкентте де көшенің аты коммунистическая, советская, ленинская, сондай болған көшелер болған ғой. Ол кезде Тышанов, Төлеметов деген ағаларымызбен бірігіп Шымкенттің көшелерін ауыстырдық. Шымкентте де бірақ мектеп болған, 7-ші Сыпатаев атындағы қазақ мектеп, қалған орыс. Сол мектептер қазақшаланды, көшелер қазақшаланды. Соның арқасында Сарыағашқа өзім келін болып түскен ауылға әкім болып барғанда, Сарыағашта Өзбекстанмен шекарадағы ауылдың аты Черняевка. Одан бергі ауылдың аты Тоболин, жалпы 70 елді мекен орыс тілді. Сонда Черняев пен Тоболин қазақтың маңдайынан атқан генералдар ғой. Соның бәрін біреуін жібек жолы, біреуін дербісек деп өзінің тарихи атын қайтарды. Яғни бұл ұлт үшін, ұлттық құндылық үшін күрес менің қанымда, ата тегіммен келген деп ойлаймын. Ол заңда да емес, әрбір биліктегі адам өз дәрежесінде, өзінің жүрген аумағында қазақыландыруға толық мүмкіншілігі бар. Өте жақсы. Енді өздерінің сондай әлеуеті болмаса, басы жетпесе, бірақ қазір сол басқармалар әлі де істеп жатыр ғой, 35 жыл болды. Неге осы бұрынғы істеген, бұрынғы тәжірибелерді мастер-класс дейма қазіргі айтқан сияқты, или кеңес алу дейма, сондай қылып неге өткізбес пе? Сіз мысалы бүкіл 20 бізде 20 өңірдің басқарма басшыларын жинап алып, осы тіл саясатын заңның шеңберінде қалай жүргізуге болады дегенге уақытыңыз бөлер ме едіңіз? Міндетті түрде бөлер едім. Жалпы бұл тәжірибені Дархан Мыңбай президент әкімшілігінің ішкі саясатын басқарғанда жасады. Біз Астананың көшелерін өзгерттік қой. Жалпы Астанада Целиноградтың атын Ақмола қылып Кеңес одағының кезінде өзгерткен ғой. Рахмет Алдан Смайыл бастаған жігіттерге. Бірақ көшеде
бірде-бір қазақша атау болмаған Астана көшіп барғанша. Қазақтың аты емес, қазақша атау болмаған. Қазақта жеңіс деген сөз жоқ сияқты, проспект Победы болған. Қазақта бейбітшілік деген сөз жоқ сияқты, улица Мира болған. Бәрі Астана көшіп бара жататын кезде 27 көше қазақтандырылған, кейін қалған көше. Сол барлығын қазақшалап, нысандардың атын қазақшалап, өзің айтып отырғандай аялдамаларды қазақшалап, оларды қазақша хабарлатқанды білгеннен кейін Дархан Мыңбай бүкіл өңірлердегі әкімнің орынбасарларын, тіл басқармаларының басшыларын, тіл орталықтарын шақырып, біздің базамызда ономастика туралы семинар өткізген. Жалпы соның көп пайдасы тиді кейін. Мен дәл қазірде өткізуге дайынмын, ол жөнінде лекцияларымда бәрі бар, бірақ өкінішке орай, Бижомарт, сен білесің ба, білмейсің ба, мынау талап етпегеннен кейін кез келген қысқарту тіл басқармаларына келіп отыр. Мысалы, сен облыстың әкімісің, қаланың әкімісің, ауданның әкімісің, сенен президент әкімшілігі, премьер-министр, үкімет нені сұраса, сен соған көңіл бөлесің. Жылдар бойы сен бір естідің бе? Президент әкімшілігінде, болмаса үкіметтің әр сейсенбі сайын өтетін жиналысында мемлекеттік тілдің қолданысқа енгізуін қарап жатыр екен деген естідің бе? Жоқ. Сондықтан президент әкімшілігі, премьер-министр сұрамағаннан кейін қысқарту кесе барлық жерде қысқарту тіл басқармаларына келіп жатыр. Жаңағы 20 өңірдің 5-еуінде ғана тіл басқармасы қалды. Қазір өкінішке орай. Істейтін жұмыс шаш етектен. Өйткені мекемелерде қазақ тілін енгізу керек, мемлекеттік мекемелерге мемлекеттік тілдің қолданысын енгізу керек, халыққа қызмет көрсету орталықтарында істейтін жұмыс жарнама, көшенің аты деген сияқты. Істейтін жұмыс шаш етектен. Бірақ бәрін қысқартып тастады. 5-ақ жерде қалды. Біз өткенде көп жылдардан бері қарай үзілістен кейін Дүйсенова Тамара Қасымқызы бірінші рет осы мемлекеттік комиссия болатын. Мен айтып жүріп, сол комиссия осыдан 2 жыл бұрын құрылған. Бірақ құрылғанмен жиналыс болмайтын айды, қолдары тимей. Қашан болады деп жүріп жақында болды, сонда осыны айттық. Осыны айтқан кезде Рауан Кенжеханұлы халықаралық қазақ тілі қоғамының басшысы айтты, мен қоштадым. Жалпы мемлекеттік тілге байланысты тіл басқармаларын орнына қою керек. Сосын өзің айтқан, мен сияқты тәжірибесінде бар. Осы жаман заңмен іске қалай асыруға болатынын айтатын нәтиже көрсеткен. Оларға шеберлік сабақтарын өткізуге мен дайынмын. Өйткені осы заңмен өз 27 бабы бар. Соның бабын біліп, әрқайсына, мысалы басқармада 15 адам болса, 15 адамның біреуі бухгалтер, біреуі мен өзімді алып тастағанда қағанына 1 мекемеден бе, 2 мекемеден бе бөліп берген. Түнгі 3-те оятайын, сен сол саладағы тілдің қолданысқа енуіне жауап бересің деп айтатын. Мысалы Қаламқас Әлкенова деген орынбасарым болды, ол жаңа транспортқа жауап беретін. Өзің айтып отырған аялдама, өзің айтып отырған, білмеймін, сол кезде бір 7-8 жаңағы адамдар тасымалдайтын патпылар болады. Содағы, жаңағы әуежайдағы, сапар жайдағы бәріне сол жауап береді. 3-те кел десе 3-те барамыз, 4-те кел десе түнгі 4-те барамыз, кешкі 10-да кел десе біз сол салаға сол қыз жауап береді. Құралай деген қызым болды, ол мектепке жауап беретін. Нұрзила болды, ол жаңағы институттар менен мекемелерге өстіп бөліп қойып, мемлекеттік тілдің қолданысқа енгізуін сұрап отыратынбыз. Біз басқа басқармалардан сұрап отыратын құзырет алып алдым мен әкімдерден. Бірінші Шөкеев болды, одан кейін Мамин болды, одан кейін Тасмағамбетов болды. Бұл үшеуі де бізді қолдады. Сондықтан қолдағандықтан кез келген басқарманы шақырып алып, сенде жиналыста 7 адам сөйледі, 7-дің 3-еуі сөйледі, неге 4-еуі қазақша сөйлемеді? Сен жиналыс болды, сенде 10 адам сөйледі, деп анау менің адамдардың жиналыстарына барып қатысып отырады, олар білмейді да. Лездеме жиналысына 7:45-те өткізеді, Сәулет. 7:45-те барып қатысып отырады Қаламқас. Тегесін айтады, апай, пәлен адам сөйледі, пәлені қазақша, пәлені орысша сөйледі. Сосын анау қазақша, орыс, неге анау пәлен адам, ол қашан сөйлейді дейміз ғой. Енді жұрттың бәрі сөйлеп кетуін емес қой. Түсінбейтінді бір бөлек жазамыз, қанша уақыт ол түсінетін болады. Түсініп сөйлемейтін қанша адам, ол қашан сөйлейтін болады. Сөйлеп жаза алмайтын қанша адам. Осындай 4-ке бөліп алып, фамилиясы менен сөйтіп сосын 2000 жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы
премьер-министр болғанда үнемделген қаражаттан қазақ тілін қолданысқа енгізіп, қазақ тілінде құжат дайындаған адамдарға 30%-ға дейін еңбек ақысына үстемақы беруге болады деген қаулы шыққан. Сол қаулы ол кезде күшінде болатын, қазір білмеймін күшінде ме, күшінде емес пе. Соны төлеткенде сол қосымша 30% айлығыма алам деп жұрттың бәрі ипотекамен үй алған ғой. 98 адам бір жылда қазақша жазатын дәрежеге жеткен. Бір жылда жаза алмайтындар. Өйткені бәрі үй алған, ана 30% деген керемет ақша. Сәкен Сейфуллиннің кезінде осы тәжірибе болды. Міне Қасым-Жомарт Кемелұлы осыны жасады. Осыны енгізу керек. Тіпті үкімет бермесе де кейбір мекемелер бар ғой, мысалы кәсіпкерлер бар, шаштараздар, басқа. Соны айлығына қосымша беремін, сен қазақша қызмет етсең десең енгізеді ғой. Бұл жерде отанын, ұлтын сүйетін азамат болу керек. Заңда жазып қойған мемлекеттік тілдің қолданысқа енгізуіне бірінші басшы жауап береді деп. Ол мемлекеттік мекеме ма, жекеменшік азамат, кез келген адам өзінің мекемесіне, отбасына, жеке басына, мекемесіне, қоғамға енгізуге әр қазақстандық мүдделі болу керек, ниет болу керек. Дұрыс, апай, біз енді мынау ақштың штат емеспіз ғой. Әрқайсының өзінің заңы бар. Мына губернаторларда да сондай екен, әр өңірдің өзінің губернияның бір білім министрі бар. Біз президент басқаратын мемлекетпіз. Неге тіл басқармалары бір жерде бар, бір жерде жоқ? Оны сондай пәрмен берілген ғой, оңтайландыру үшін. Бірақ өзіңіз сияқты сол басқарма басшылары бұны керек екенін өзінің ана әкімдігінің басшыларына өзінің дәлелдеп сақтап қалып отыр ғой. Солай емес пе? Солай. Ал енді құрметті тіл жанашырлары, Тамара Дүйсенованың атынан осындай хат келді. Хат кетті, абайдың араласуымен. Жоқ, ол хат кетті ме, кетпеді ме? Кетті, келді деді. Келді. Кеше Ербол айтты, кетті, жібердік. Бүкіл басқармалар ашылсын деген нелерге жібердік дейді. Және мынау идеологияға жауап беретін орынбасарлар әкімнің, ол апыдан тағайындалып жіберіледі екен. Осы жергілікті емес, солармен тікелей жұмыс істеп отырмыз дейді. Енді ашылсын, ол мүмкін емес қой. Мысалы, тіл деген ол мәдениеттен үлкен. Неге мәдениет басқармасы, спорт басқармасы, болмаса жол басқармасы жабылып қалмайды? Неге тіл басқармасы жабылады? Ол қажеттілік жоқ қой. Жаңағы шаш етектен де дұрыс қой жұмыс. Сұрау керек қой. Жоқ, сұрау керек қой. Қазір былай ғой жағдай. Егер облыстың әкімін, премьер-министр жаңағы сейсенбігі жиналысына шақырып сұраса, мысалы қанша шақырым жол салдым деп сұрайды, қанша шаршы метр үй салдым деп сұрайды, қанша қойма салдым деп сұрайды, қанша астық ордың деп сұрайды, қанша бау-бақша, тілді қанша мекемеге енгіздің, сенде оқып отырған анау 6 жас, 7 жас мектепке келген баланың қаншауы қазақ мектебіне барды, 11 класты бітіргеннің қаншауы қазақша біледі, сенің нысаның 1000 нысаның бар, қаншауы атауы қазақша деп премьер-министрдің сұрап жатқанын естідің ба? Одан оны сұрамағаннан кейін әкім тіл басқармаларының басшыларын айлап, жылдап көрмейді, шақырмайды. Өйткені оның мәліметі әкімге керек емес. Әкімнен оны ешкім сұрап тұрған жоқ, қажет емес. Сондықтан кім қысқару керек? Ойбай, мына танымайды кім екенін, барсын дейді, сонымен кетеді. Ал ол ұлт үшін, мемлекет үшін, жаңа Қасым-Жомарт Кемелұлы айтады, 90-шы қиын жылдарда бұл мемлекеттік тіл деп жазылған деп. Жаңағы айтып отырмын ғой, азғантай ғана 2000 ұлттың ішінде, осынша ғана 200-дей мемлекеттің ішінде осыншасында ғана. Сондықтан біз кеудемізді керіп, бұл мемлекеттік тілді қолданысқа енгізуіміз керек. Ал енді апай, тіл жөнінде мынау біздің қазақ тілі өте бай тіл дейміз, өте көркем тіл дейміз, әуезов мынанша қолданған дейміз. Бірақ қазір біреулер шықты, Қанағат Жүкешев деген бір үлкен кісі бар, сол айтады, сендердің қазақ тіліңіз әдеби тіл емес дейді. Неге десем, сендер заң шығарып отырған жоқсыңдар, бизнес сөйлеп тұрған жоқ. Ол мемлекеттік тіл деген ана 6 жақта түгел қызмет етіп тұру керек дейді. Сіз енді заң шығару жерде істедіңіз ғой, өзіңіз сол жерде депутат болдыңыз. Осы заң шығару процесі қалай жүзеге асады? Оған қазақша шықпауына не кінә, кім кінәлі? Қазақша шықпауына ол заңды жазатын адамдар орыс тілділерден сұрыпталады. Орыс тілділер таңдалады. Қазақ тілінде басқа мамандықты былай қояйын, заңгерлер жеткілікті.
Қазақстанда жоғарғы оқу орны болмағанда Ташкентте Орта Азия университеті болған. Ташкенттегі Орта Азия университетінде, Ташкенттегі пединститутта, Ташкенттегі кез келген институтта қазақ группасы болған, қазақ тобы болған. Сонда сол Орта Азия университетінің заң факультетін бітірген заңгерлер Қазақстанда жеткілікті. Заң жазудың бір ерекшелігі жоқ. Осы өзіміздің қазаққа түсінікті тілде заң жазатындай тіл жеткілікті. Бірақ олай біз қалыптасқан жоқпыз. Біз Кеңес одағының кезінде аудардық, сол аудармамен қалдық. Мысалы, аударылған тіл еш уақытта тура аударылмайды, калька аударылады. Мысалы, 7 атадан қыз алысуға болмайды деген заң бар. Солай ма? Оны сен де оққан жоқсың, мен де оққан. Көрген жоқпыз ол заңды. Бірақ ауыздан ауызға сонау кешегі Керей Жәнібектің кезінен бері қарай сол заң келе жатыр. Бұл заңды айтқан заңгер емес, бұл заңды айтқан шипагер. Өтейбойдақ Тілеуқабыл деген шипагер атамыз болған. Сол кісіден Жәнібек хан өзінің бір жақын емдегенде сұрайды: сен барлық ауруды емдейсің, қай ауруды емдегенде қиналасың дейді. Сонда ол кісі айтады: тұқым қуалайтын ауру. Не істеу керек дейді? 7 атадан қыз алыспау керек. Сөйтсе бүкіл әлем енді дәлелдеп жатыр. Университет бітірмеген, табиғатпен, айналасымен үйлесімді өмір сүрген, өзі таныған айналайын қазақ, соны білгендағы мынау сен мен менің бойымда әкеміз бен шешеміздің 23 хромосомнан 50% қаны бар. О кісілердің әке-шешесінен 25, олардың әке-шешесінен 12,5, олардың әке-шешесінен 7, олардың әке-шешесінен 3,65, одан кейін 1,75, 7 атадан 0 болады. 0 болады. Соны дәлелдегеннен кейін 7 ата. Болды. Міне осындай заң керек. Бұған қазақтың тілі жетеді. Енді қазақ тілінің заңға жететіні, мен жаңа өзің айтып отырған 1985 жылдан бастап билікке араластым. Сонда 1985-тен 90 жылға шейін Түркістан облысының бұрынғы Алғабас, қазіргі Бәйдібек ауданы. Қазақстанда 72 аудан болды. Москвада съезд, пленум өтеді, конференция өтеді. Бізге қазақша келеді. Бізге бір қағаз орысша келмейді. Сонда ана келген хатты қазақшаның аударма екені білінбейтін еді ғой? Білінбейді. Газетке шығады. Салыстырып көрсін сол кездегі газеттерді. Кім аударады? Москва аудара ма, Алматы аудара ма, Шымкент аудара ма, оған біздің басымыз қатпайды. Бізге тек қазақша келеді. Біздің аудандық газеттер Горбачевның да басқасында баяндамасын қазақ тілінде басады. Аударма екені білінбейтін. Өйткені олар орысша тексті оқитын, кім аударса да өзінің қазақи тілімен жазатын. Өдін еш нәрсе де өзгермейді. Енді бізде сен қазіргі айтып отырған халыққа қызмет көрсету орталығы болды, бізде банк болды, бізде қаржы бөлімі болды, бізде барлық бөлім болды. Бәрінің құжаты қазақша болатын. Сонда жетпей қалған тіл жоқ қой. Ол кездегі мамандар, сол аудандардағы мамандар қазақ тілді мамандар болады. Менің Алғабас ауданына баруымның өзі, менен бұрын бір келіншекті жіберген қызды. Ол қыз орыс тілді болған. Сонда мынау Алматыға келгенде Қазыбаев деген ағамыз СК КПСС-ның идеологиясын басқаратын. Ана жаңа Алғабасқа кетіп жатқан хатшымен сұхбат жасайды. Ана орыс тілді. Қоңырау соғады Мырзашевқа. Көкетай, сен кім жіберіп жатсың? Алғабас ауданы қазақ тілді аудан ғой. Мына қызың қазақша білмейді ғой. Бір күннің ішінде резервте тұрған Оразгүл жіберді. Мені көрдің бе? Анау ауданның қазақ тілі екенін Алматыдағы орталық комитет біліп отыр. Бізге жиналысқа кім келсе де қазақша сөйлей алатын адам келетін. Ана обкомның хатшылары, басқа Алматыдан келетін орысша сөйлейтін болса, кәдімгі жаңа түрде мен таныстыруға Клара Төлендиевна деген апамыз болды, сол кісі алып барды. Соның менің өмірбаянымды бірнеше күн әлі қазақша жаздырып алып Бәйділда Қонысбаевқа өзі айтатын: сенің өмірбаяныңды жабдан оқып шықтым деп. Ананың бәрін қағазға қарап оқып шықты да, біздің Оразгүлдің 5 баласы бар дегенді өз сөзімен айтты. Сондай болатын. Ал енді қазір Құдайға шүкір, 72 емес, одан да көп ауданда таза қазақ тұрамыз. Сондықтан мен Тамараға енді оны қаулы, жаңа сен көрдім деп отырсың, мен ол жиынның қағазын көрген жоқпын, мен сол жерде айттым. Кеңес одағының кезінде Қазақстанда 72 ауданның іс қағазы қазақша жүрсе, бүгін тәуелсіз, азат, еркін Қазақстанның қанша ауылында, қанша ауданында, қанша облысында
министрліктің қай министрлікте қай департаментте қазақша. Ал енді мынау 2006 мен 2010-ның ортасында президенттің жарлығымен барлық облыс, барлық министрлік қазақшаға өтіп кеткен. Факт, солай болған. Қағаз жүзінде. Президенттің жарлығымен өтіп кеткен. Ауыл шаруашылық министрлігі мен оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Атырау баяғыда 2006-да бастап, ең соңында президент әкімшілігі, үкімет, қаржы 2010 жыл өткен. А қазір бәрі орысша жазады. Тек қана аударма. Енді мен бұның жаңағы өзің депутат болдың дейді ғой. Алғаш депутат болған кезде мен халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінде болдым. Жаңа қауіпсіздік комитетінен заң келді. Мен алдым да қазақшасын оқыдым. Мен қазақшасын оқимын ғой. Оқып отырмын, түк түсінбеймін ғой. Бір уақытта қолыма қағаз қаламды алып, бір беттен 56 қате таптым. Әшімбаев біздің төраға. Барып айт, мен көкітемнен. Сонда ешкім қазақша бетін оқымайды екен ғой. Заң келеді, орысшасын оқиды да, талқылап жүреді, қазақшасы оқытылмайды. Қазақша оқымағаннан кейін оның қате екенін қаралмайды. Сондықтан жаңағы аударудың сапасы. Содан кейін заң қабылдады, Валиева, Қуаныш Сұлтанов, Әшімбаев үшеуі заң жазды, лингвистикалық орталық құрды, бір үлкен айқай болды содан кейін. Мінекей, бұл тек қана биліктің өзіне ауыр болатындықтан істеп отырған кемшілігі. Егер билік қазір жаңағы анау әділет министрінің қасындағы заң шығару несін таза қазақ тілінде жазалы, ол жеткілікті мамандар. Сол жиналыста анау кім бар ғой? Абзал Құспан айтты, мен списігін беріп алмай қойдым. Жеткілікті. Бізге ол орысшадан аудару керек жоқ. Орыстың заңын оқысын, ағылшынның заңын оқысын, Қытайдың заңын оқысын, сол тілді білетін мамандар оқысын да, қазақша ойлап, соны элементарный ұлт түсінеді. Анау кім деген депутат бар ғой? Депутат болды айналайын. Дәулет. Сол Дәулет, неге Дәулет миллион оқырман жинаған миллион болып отыр? Біздің биліктегі мынау тұрғын үйді туралы заңды халыққа түсінікті тілде жеткізе алған үшін Дәулет болды сол. Ана министрліктегі отырғандар өзінің жазған заңын да қазақша түсінбейді, не жазған? Орысша жазды, онан аударманы түсінбейді. Адамдар түсінбейді, өздері де түсінбейді. Дәулеттің мықтылығы сол заңды ылжа қылып, халық түсінетін тілде айта алды. Халық түсінді де Дәулеттің министрліктің кім істейтін, кім министрдің орынбасары білмейді. Бүкіл қазақ тұрғын үй десе Дәулетті білді. Сөйтіп Дәулет арқылы қанша адам үй алды. Бізде заңда жаман емес. Халыққа қолда, бірақ билік бір тілде сөйлейді орыс тілінде, халық бір тілде. Мынаған екі ортада түсініктеме жоқ. Өткенде бір жиында болдық. Сонда жаңағы сол саладағы дінді заңды түсіндіретін адамдар қазақша қағазға қарап, не айтып тұрған өзі түсінбей сөйлеп тұр да, басын алмайды қағаздан. Өзі бір қызық жиын болды. 3 мемлекеттік қызметкер өздерінің заңы туралы айтты, түсіндіріп. Содан кейін қалай өздерінің түсінбегенін білмей, жаңағы шешендікті үйрететін адамды шақырған. Анау үшеуінің пәршасын шығарды. Сендер мына аудиторияға мына заңдарды қайт түсіндірдіңдер? Аудиторияға қараған жоқсың, көзіне қараған жоқсың, сенің айтқан сөзің жүрегіңнен шыққан жоқ. Мына аудиторияны ұйықтаттың ғой, қарап отыр, анау ұйықтады, анау ұйықтады. Сен үшеуің өліп тіріліп заңыңды айттың. Бірақ аудитория ұйықтап жатты ғой. Міне біздің 30 жылдағы кемшілігіміз орысша заң жазады. Түсіндіретін аудитория қазақ. Қалайсың ба, қаламайсың ба? Қазір 72% қазақ бар. Оларға қазақша түсіндіру керек. Өте дұрыс. Сонда біздің гәп қазақтың тілі жетпей жатқандықтан емес. Қазақтың тілі кез келген заңға жетеді. Сол қазақтың тілінде сөйлейтін, жазатын билік жетіспей жатыр. Билікке алған кезде сен керемет мамансың, керемет білімдісің. Бірақ сен қазақша еркін сөйлеуің керек. Қанша айда сөйлейсің, қанша айда жазасың деп алып, соны қадағалау керек. Ақаңның бір сөзі тура келіп тұр сіздің жаңағы айтқан пікіріңізге. Өте дұрыс, керемет тұжырым.
Ақаң айтады, мына тілдің міндеті дейді, ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, ойдың түйуін түйгенше айтуға жарау дейді, тілдің міндеті. Жеткізе алатын адамы табылса, тіл соған жарайды дейді. Біздің қазақ тілі жарап тұр. Заңға салсаң да. Қазақ тілі жарап тұр. Қазақ тілі жараған. Кешегі Керей Жәнібектен соңғы қанымыз Кенесарыға шейін қанша қан осы бүкіл даланы қазақ тілінде басқарған. Сақты былай қойғанда өзіміздің Керей Жәнібектен Кенесарыға дейін қаншама би, қаншама дауды, қаншама жауды қазақтың сөзімен тоқтатқан. Егер бүгін заң жазуға жетпей жатса, сол Керей Жәнібектің Кенесарының дәрежесіндегі кешегі Қазбек би, Төле би, Айтеке бидің дәрежесіндегі билер жоқ, билік жоқ. Тілде гәп жоқ, гәп билікте, гәп халықта. Енді халықтың сұранысы жаңа айтып тұрсыз 70-80%. Жарнама болсын, ана тұрғын үйді жинап алған жігіт Дәулет сияқты сұраныс бар. Яғни мына сұранысқа қарай билік өзгеру керек болып тұр ғой. Иә. Билік қазақша сөйлей бастады. Сұраныс деген қазір өте керемет. Бұрын жалғыз Мұхтар Шаханов, Айтал ағамыз марқұм Фариза, марқұм Әбіш итте өрет деген сияқты, Шерағаң жыландағана екі тіл болады. Сондай болса, қазір мына парламент қарап, бір рахаттанасың, ішінде қазақша сөйлейтін, қазақ тілін сұрайтын, Құдайға шүкір 30-40 депутатымыз болды. Келесі созықта бұдан енді осыған түйсінбесе мен түсінбеймін. Мына халықтың тіпті депутаттардың ішінде баяғыда біреу, екеу ары кеткенде үшеу болатын болса, қазір Құдайға шүкір. Жарысына жоқ болып қалды. Жарысына жоқ болып қалды. Және олар өте мәдениетті, бәрін орнында айтып жатыр. Сондықтан билік түсіну керек. Билік түсіну керек. Айтқан сөз жету үшін, жаңа Абай айтады ғой, жартасқа балдым, күнді айғай салдым деп, одан да шықты жаңғырық деп. Қазір коммуникацияның мақсаты ол жүзеге асып, ана халықтың құлағына жету керек. Әлихан Бөкейхановтар баяғыда осы коммунистік партияның уставын жарғысына аударған ғой. Сонда член коммунистической партии должен беспрекословно выполнять деген жері бар ана какао. Соны Әлихан Бөкейханов бүйтіп аударыпты. Коммунистік партияның мүшесі сол партияның құлақ кесті құлы. Түсінікті ғой? Қалқа өте түсінікті. Жазсыз солай жазып тұр. Түсінікті ғой қалқа. Өте миын ашып құйып берген сияқты. Ана сөздің мағынасы әлгі Махамбет Өтемісовтің өлеңін аудара алмайды дегенде қандай терең мағына жатыр. Құлақ кесті құл деген анау небір сөздерді бірақ сөзбен. Бізде көп сөйлемеген ғой. Бізге аз сөзбен дауды да жауды да тоқтатқан қазақ тілі ғой. Қазір зейнеттесіз, демалыстасыз, бірақ мамандық жатқызбайды, үйде жата алмайсыз. Қазір сіз бір қоғамдық ұйым құрдыңыз, және барлық жерде лекция оқып жүрсіз. Осы қазір соңғы кезде білім саласына көбірек араласып жүрсіз. Өзі біздің болашағымыз білімнен ғой. Жаңартылған бағдарлама кірді. Біз оқыған кеңес дәуірін қанша жамандасақ та, біз қазақ мектебінде оқығанда қазақ тілінің бүкіл оқулықтарының барлығы Мәскеуден жазылатын, бірақ ол физика, химияның қазақша химиялар ол аударма деп көрінбейтін, ол қазақша жазылып тұратын. Тек қазақ тілі мен әдебиетін, тарихын ғана осы жерде жазатын. Қирабаев, Әміровтер. Қазір бәрін Кембриджден көшіріп әкелді. Жаңада бір жиында болдық. Халықаралық танымал бағдарламаны әкелуіміз керек дейді, мысалы осындай. Осы білім жүйесі туралы айтыңызшы. Біз тәуелсіздік алғанда сол бір білім министрі үлкен жиын өткізді. Тілдің съезін ба өткізді. Ол кезде Шаяхметов па? Білмеймін, дәл қазір есімде жоқ. Сонда Ресейден келген, енді айтып жатырмыз ғой, Оксфордты әкелеміз, Гарвардты әкелеміз, баллон бір бәлесін әкелеміз деп зуылдатып жатыр ғой біздің биліктегілер. Сонда ол бір орта шеннен кейін сөйледі, мана сол былай деді. Сіздер ана жақтың, мына жақтың тәжірибесін алам деп жатырсыздар деді. Ол жақсы үйренгенге деді. Бірақ кез келген ұлт өзінің тамырына жалғанса мықты болады деді. Енді Мұхтар Шахановтың өлеңі бар ғой, тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала, мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға деді. Бірақ сол сөзден біздің билік қорытынды шығарған жоқ.
жаңартылған бағдарламаның да бәрі сол. Жаңағыны кім айтып отыр? Ресейде Монахов деген. Иә. Ресейліктер айтты. Сол кезде кеше ғана мен симпозиумына қатыстым. Мынау Абай атындағы педагогикалық институттың профессоры Нұрша Алжанбайқызы содан жаңа ғибрат алып сол съезден. Содан кейін алаш арыстарының оқыту методикасын әбден зерттеп, сатылы кешенді оқыту, жаңа сен айтқандай лексикасы бөлек, фонетикасы бөлек, морфология, бірінші дыбыс қайтсе шығады, ауыз қуысынан қайтып шығады әрбір. Бізде ең үлкен қателік ың мен ыңды, қым мен ғымны, ө мен соның барлығын сөйлеп тұрғанда бала жаттап алады. Ың десем тілім ана жаққа тиеді, жағым мына жаққа тиеді деп сөйтіп жаттап еді. Осы әдіспенен ол сатылы кешенді нені жасап шығарды. Өзімен өзі жүріп, оны бірнеше жерде мектептерге енгізді. Бірнеше ұстаз оқулық дайындады. Мен соны сол 12-ші жылы депутат, сол 12 емес, сол 15-16-та депутаттан кетер кезде 66-шы мектепте таныстым. Содан бері қарай сонымен біргемін. Бірнеше министрлерге айттым. Соның мектебін біз аша алмай келатырмыз күні бүгінге дейін. Бірақ ол шаршамайды. Атырау дейсің ба, Ақтау кеше келді ғой, Маңғыстау, Атырау, Семей, барлық жақта шәкірттер, ұстаздары бар. Кеше ойбай-ау, Қырғызстан түгел көшіп келді десем болады. Монғолиядан да бар екен ғой. Монғолиядан келді. Мынау методикамен оқыған бала таза сөйлейді. Қатесіз жазады. Өзі Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, жаңағы сөйлеу, жазу ең негізгі соды. Осыны керемет үйрететін методика жасады. Сондықтан біздің қазіргі мектептердегі, мен енді мынау өзің айтқандай әлеуметтік желіге шығып жұртқа айтайын дегенде көмекшілер іздеймін өзіме. Соның ішінде филологтар болады, филфакты бітірген, журналистер болады, қате жазады ғой. Мені кейде журналистер ана бағдарламаға шақырады. Сізді келтіргіміз келеді дейді ғой. Журналист. Мен екі-үшеуін осы өшірмей қойып қойдым телефоныма, бір жиында көрсетемін. Сол енді оқыды ғой. Ал егерде жаңағы Нұрша Алжанбайқызының сатылы кешенді технологиясымен оқытсақ, бұндай сөйлем құрылмайды. Бұндай қате болмайды. Мен ол кісінің бір шәкірті Ербол, бір шәкірті Дихан Қамзабек, бір шәкірті Мөлдір Бақытқызы, бір шәкірті Бану. Қате жазамайды олар, қате сөйлей алмайды, өйткені солай үйреткен Нұрша. Жаңағы барған жиынымызда да сол Нұршаның шәкірттері отыр. Неге біз осыны жаңағы жүйелік, мысалы Назарбаев зияткерлік мектебі, Қазақ-түрік лицейі сияқты осы сатылы бүкіл мектепке таратпай-ақ қой. Әр өңірде сынап көріп, мен қазақша таза сөйлеймін, қатесіз жазамын деген ата-ананың баласын жиып алып оқытып. Осы ғана анау салып жатыр ғой, не бір мектепті салып жатыр, жайлы мектеп. Соның бір-біреуін берсе, оның мұғалімі де өзі мектепке екі-ақ нәрсе керек. Біреу мықты оқулық керек, екінші мықты мұғалім керек. Анау каникул қашан болады, қоңырау қашан соғылады, бұның орамал тартама гәп бұд емес, гәп екі-ақ нәрсе. Ол 77-ші мәселе. Ол 77-ші, 99-ші мәселе. Ең бірінші мәселе бағдарламамен оқулық, одан кейін мұғалім. Пединститутта осыны, педколледжде, пединститутта осыменен оқытып, мұғалімді дайындаса, ал оқулықты Нұрша дайындап қойды. Мен соның симпозиумына қатыстым. Анау балалардың нәтижесі керемет қой. Сөзді талдағанда, сөйлемді талқылағанда, сөзді құрған кезде кәдімгі шен. Ол тек қана қазақ тілі мен әдебиет емес. Физиканда, химияда, кез келген 10 пәнге енгізіп отыр Нұрша. Бір өзі жаңағы сатылы деңгейлеп оқыту. Сатылы деңгейлеп оқыту. Өте керемет бір оқу. Осы сияқты жақсы несі бар. Енді қай жерге барсаң да өңір-өңірде өзің айтқандай көп аралаймын ғой. Көбісі сол оқулықтағы қателіктерді айтады мұғалімдер. Оқулықтарымызды да жөндеу керек, мұғалімдерімізді де жөндеу керек. Жаңа кеңес дәуірінде бізге рұқсат берді, әдебиетті біз білмейміз, тілді біз білмейміз, тарихты өздерің жазыңдар, қалғаны біз физика, математиканы өзіміз жазып берейік, бірақ аударасыңдар деді. Енді бізге не болды енді мына жерде? Тіл білім институты бар, әдебиет институты бар, үкімет оны бағып отыр, ғалымдары бар, солар тұрғанда неге ана жақтан әкеп, көшіріп әкеп нені саламыз? Неге ең құрмаса жаңа ұлтты қалыптастыратын қазақ тілі мен әдебиетінің бағдарламасын жаңа Нұрша апай сияқты тағы басқа ғалымдарға жасатпайды, оған
соған миы жетпей ма? Ананы көріп 6 жыл, 7 жыл, 10 жыл болды ма жасап жүрген? Мен анау зейнетке шыққаннан кейін тіл қазынада істедім ғой, тіл саясаты, тіл қазынада. Сонда бір күні онда Дариға Нұрсұлтанқызы премьер-министрдің орынбасары болу керек. Соған хат жазыпты бір білгіш. Мынау қазақ тілі деген еш нәрсеге жарамайды. Жаңағы бізде тіл ғалымдары жоқ деп сөйтіп жазған еді. Тілдің мәселесін көтерген жаңағы кісі. Соған ана кісі жаңағы бізде тіл ғалымдары жоқ деп па сондай бір не жазған. Мен айтам да, кімнің еңбегін оқыды екен? Кімнің кітабын, тіл ғалымдарының, біздің кімнің қай жері, кімнің кемшін екен? Бізде өзінің тілінде оқитын, өзінің тілге байланысты ғалымдардың еңбегін оқитын, өзінің әдебиетін оқитын билікте біреу бар ма? Оқымай тұрып, мына ғалым нашар, мынау тіл менен әдебиет нашар деп айтуға бола ма? Сен оқы, өлгенде 20-30 ғалымның кітабын оқы, ғылыми еңбегін оқы. Сөйтті мынауың түкке жарамайды ғой. Мен Ресейден оқылдым, ағылшында сайрап тұр. Сеніке нашар ғой деп айт. Құдая, осы тіл біліммен ақаңдар ақаң бол. Ақаңның білесің ғой, Бакудегі жиналыста орыстардың өзіне қазақ тілінің кереметтілігін мойын. Сондай ғалымдар ақаң шәкірттері жеткілікті ғой. Солардың жиынына да келмейді ғой. Солардың кітабын да оқымайды ғой. Солардың бір жаңағы қолдау жоқ қой. Мысалы, қазір енді Құдайға шүкір, биыл осы теледидардан неден көреміз ғой. Біздің Саясат Нұрбек министр болғалы ғылыми жаңалықтарды өндіріске енгізгенге қаражаттар бөліп жатыр. Тура осы қаражатты менің ойым, кемшін қалған тіл мен әдебиет. Осының ғалымдарына беріп, ал сен әдебиетіңді жаз, өндір, сен тілді жаз, ендір, мектепке ендіресің ба, колледжге ендіресің ба деп сондай бір бағдарлама жасап, соны қаржылай қолдау керек деп ойлаймын. Бізде ғалымдар жеткілікті, тілімізде, әдебиетімізде өзінің дәрежесінде жеткілікті, қолдау басын біріктіру жоқ. Жаңағы әдебиет институты бар, Ыбырай Алтынсарин бар, бәрі бар. Осы институттардың басының бірігуі, тіл қазына, ғалымдардың бірігіп отырып, былай бірінен кейін бірін рет-ретімен, жүйе-жүйемен шешу, осыған ортақ басшылық жетіспейді деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың? Өте дұрыс. Қазақ тілінің мүмкіндігін, қазақ тілін өзінің білу деңгейімен өлшейді. Өзі қазақ тілін қанша біледі? Қазақ тілі сондай деп ойлайды. Ол өзі тіпті оқымайды ғой, бір газеттің бір статьясын оқуға өресі жетпейді ғой. Сөйтіп тұрып, бүкіл қазақ әдебиеті, қазақ тілі туралы пікір айту қаншалықты. Екінші, сол жоғары жаққа президентке дейін жеткізіп қояды, қазақ тілін үйретудің методикасы дұрыс емес. Өте дұрыс емес. Анадан әкелу керек, мынадан әкелу керек дейді да, әкеледі. Әкелгеннің аяғы не болып жатыр? Әкелгеннің аяғы, мысалы, қазір енді аттарын атамай қояйық, аты, шулы, мүйізі қарағайдай мектептерден, мемлекеттің қанша қаржысы бөлінген мектептерден бітіріп шыққандар, ана тілінде екі сөздің басын қосып сөйлей алмайды, екі сөйлемді қатесіз жаза алмайды. Сол керек па бізге? Жаңағы бізге дәулеттер керек. Қазақшаны, орысшаңды, ағылшыншаңды оқып, тоқып, қазақша соны заңдалатын, халыққа қызмет етеді, түсіндіретін. Астана қаласының әкімі Жеңіс Махмұтұлының қолдауымен 65 мекемеде дәріс оқыдым. Әрі қарай қай өңір шақырса дайынмын. Екіншіден, қазір ажырасу деген көріп отырсың қандай екендігін. Сондықтан отбасының берекесі деген, мынау ене мен келіннің арасы, ерлі зайыптылардың арасы, ата-ана мен баланың арасында кереметтей. Абай айтады ғой, тән жан деп. Бір бала ішсем, жесем, ұйықтасам дейді, бір бала көрсем, білсем. Осы тән мен жанның байланысы менен отбасының берекесі деген лексиям бар. Одан кейін отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты көп жерлерде ішкі істер қызметкерлері, прокуратура, әсіресе мына Түркістанның облыстық прокуроры өте керемет қолдап, Түркістан облысының 7 ауданында лекция оқыдым. Лекциям өте қатты ұнады. Осы лекциям дайын. Қай өңір, кім шақырады, мен дайынмын. Құдай қуат беріп қойған, шаршамаймын. Еліме, халқыма қызмет істеуге дайын. Ой, рахмет. Көрермендер, құлағы тұрып, лауазымда отырған адамдар. Ең қызығы,
осы Астанада бір жігіттер менің лекцияммен мекемесіне министрліктерді араладым ғой, Қошановтың қолдауымен. Содан кейін өздерінің ағайыны болады ғой. Енді қазір ағайындар бір ру, бір қалада. Бүкіл ағайын ресторанға шақырып, осы мектепке балаларын беретін кездер болды. Ал тыңдаңдар, Оразгүл апай деген. Тамаша. Керемет, аналар да риза болды. Олар шай ішіп отырды. Мен неге қазақтың баласы қазақ мектебінде оқу керек? Қазақтың баласы қазақ мектебінде оқысын, қазақ болып шығады, қазаққа қызмет істейді. Орыс тілін білмей қалады деген проблема жоқ. Орыс тілін телефон арқылы үйреніп алады деп. Осыны 1,5 сағат бір рахат беседа болды. Қазір көптеген қалталы жігіттер осындай ағайындарын шақырып лекция оқытып жатыр. Өте тамаша. Формат өзгеріп жатыр екен. Әртүрлі формат қазір ана митап деген неше түрлі тауып, жаңағы неше түрлі форматта өткізу. Шай ішіп отырып дастарханның басында бірінен кейін бір сөз алып дегендей. Ол анау сен білесің, Сенім болашақ дегенді басшысы Нұрлан Асанов деген. Иә. Ал құрметті көрермен, апайдың уақыт бөліп келгеніне ризамыз. Көп ақпарат алдық, көп білім алдық, өткеннен де кеткеннен де болашақтан да тәлім тәрбие алдық. Бұл соңғы емес, апайдың уақыты болып жатса әлі талай кездесеміз. Келесі көріскенше сау саламат болыңыз. Апай, сізге денсаулық тілеймін. Алдағы жоспарларыңыз жүзеге аса берсін. Рахмет. Академия арнасы.